Сәлем достар, бүгін бізде Сұлтан мен Көзайым екеуі желание ойнап жарысатын болады. Соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Кім ұтады екен? Көзайым family. Достар, біз арзан және қымбат ойын ойнамақшымыз. Ал кеттік. Ойынның шартын түсіндіре кетейік. Ойынға бізге осындай міне 50 теңге қажет болады. Міне қазір 50 теңге жағы бұл Көзайымдікі, ал мына герб жағы, яғни елтаңба жағы бұл Сұлтандікі. Короче, қазір біз тиынды тастаймыз. Тиынның қай беті түссе, сол мына заттардың ішіндегі қымбат затты жейтін болады. Ал қайсысына қай беті түспесе, сол арзан затты жейтін болады. Ондайше кеттік. Достар, кеттік. Оп. Достар, елтаңба жағы шықты. Сұлтан, қайсын таңдайсың? Сұлтан, мына жерде қандай затты таңдайсың? Қараңыздар, достар, бізде мына жақта барлығынан қымбат арзан заттардан алып келіп қойдық. Сұлтан қымбат керешке жейді, ал Көзайым арзан керешке түсті Көзайымға. Жеңдер ал, дәмін көріңдер. Көзайым, ұнады ма? Сен ұтасың ба келесі? Давайте, достар, енді келесі кезең. Давай, Сұлтан, келесі кезең. Екінші кезекте мен лақтырып берейін деп отырмын тиынды. Ал кімге қай жақ түседі екен? Достар, міне 50 теңге жағы түсті. Көзайым жағы түсті. Көзайым не таңдайсың? Короче, енді Көзайым любой бір қымбат затты таңдайтын болады мына жерде. Чипсы таңдадың ба? Достар, қараңдар, Көзайым қымбат лейс таңдады, ал арзанырақ чипсы бұл жолы Сұлтанға түсті. Давайте, ашып жей қойыңдар, давайте. Мә саған. Достар, бізде әлі қараңдар, әлі бізде заттар көп мұнда. Ал Сұлтан мен Көзайым жеп отырады. Қалай екен, Сұлтан, дәмі? Зор ма? Ұнады ма? Қанша Көзайым? Арзан мен қымбаттың разницасы бар ма? Қалай ойлайсың, Сұлтан, дәмін көрсей? Қалай? Көзайым, сен де Сұлтанның дәмін көрсей? Қымбаттың аты қымбат дейді. Да? Қымбаттың аты қымбат дейді, достар. Сіздер де өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздерге қай чипсыйдың түрі ұнайды? Есте, достар, бізде тиынды тастау кезегі енді Сұлтанға түсті. Міне, Сұлтан қазір қалай тастайды екен? Достар, қараңдар, бұл жолы Сұлтанға повезло, елтаңба жағы түсті. Давай, Сұлтан, нені таңдайсың? Любой бір қымбат затты таңда. Енді қымбат зат алу саған бұйырды. Давай. Давай, қымбат. ММДС таңдайын деп. ММДС таңдайын. Ал Көзайымға арзан ММДС түсті. Это желтый түсті. Ал Сұлтанға қымбат ММДС түсті, достар. Сендер ММДС қайсын жақсы көресіңдер? Мынау қарасы чем желтыйға қарағанда кішкене қымбаттау болды. Міне, достар, енді Көзайым мен Сұлтан өздерінің ММДСін жеп отыр. Көзайымның ММДСтері үлкен, ал Сұлтандікі кішкентай екен. Қане, Сұлтан, көрсетшер? Міне, Сұлтандікі мынадай кішкентай, ал Көзайымдікі большой. Келесте енді кімнің кезегі, Сұлтан? Айықты. Көзайымның кезегі, е? Көзайым орнына мен тастап берейін. Давайте, 1, 2, 3. Достар, қараңдар, 50 теңге жағы түсті, монета жағы. Көзайым бір любой бір қымбат. Менің қызым қымбат сөк таңдады, ал арзан сөк Сұлтанға түсті. Достар, қараңдар, жазың ыстық күнде мұздай макси чай ішіп отыр ғой, екеуі. Сендер макси чай ұнай ма? Сендерге, достар, комментарийға міндетті түрде жазып кетіңдер. Ал келесі кезекте кімнің кезегі? Мен. Сұлтанның кезегі, я? Давайте, келесі кезекте Сұлтан тастайды. 1, 2, 3. Ой, Қайық. Достар, тағы да Көзайымға түсті ғой. Көзайым, не таңдайсың? Давай, не таңдайсың? Короче, Көзайым қазір бір қымбат затты таңдайтын болады. Көзайым қане таңдай ғой, не таңдайсың? Достар, Көзайым қымбат альпенгольд таңдады. Ал Сұлтанға белый арзан рошын түсті. Келесі кезекте Көзайымның очереди. Көзайымның орнына мен лақтыра саламын. Не сәтте ойлайсыңдар? Достар, герб жағы түсті. Бұл жолы мүмкіндік Сұлтанға түсті. Сұлтан банан мен алманы біреуін таңдау керек. Банан қымбаты Сұлтанға түсті. Көзайым ренжіп отыр міне. Достар, міне қараңдар, бізде қымбат жемістер, яғни бананды Сұлтан ұтып алды, алманы Көзайым ұтып алды, я? Достар, ең
соңғысы бізде йогурттар біреуі қымбаты 5%, біреуі 3% арзандауы. Енді осы жолы кімге түседі екен? Қане, Сұлтан, давай. Оп, қане. Келіп жағы түсті. Сұлтан 5% қымбат йогурт алды, 3% йогурт көзайымға. Жаным, мен қызым мәз. Ал, жеңдер ал йогурттарыңды. Ашып іше қойыңдар, давайте. Я, мне қараңыздар, Сұлтан 5% әдемі қымбат күшті йогурт екен. Давайте ішіндер ал. Давай. Ва, достар, сендерге йогурттан қандай түрі ұнайды? Бұл мне мынадай йогурт екен, малиновый. Достар, бүгінгі арзан және қымбат челленджіміз ұнаса, лайк пен комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Пока-пока.